Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кілегеден крем дайындаймыз. Бұл крем Вульфбайк, бисвитный, красный бархат, молочный девочка торттарына өте керемет үйлеседі. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға творожный сырды саламыз. Творожный сыр салқын болу керек. Үстіне сахарный пудраны қосып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Енді үстіне кілеге қосамыз. Кілегейдің пайызы 33% пен 35% аралығында болу қажет. Кілеге міндетті түрде тоңазытқышта кем дегенде 3 сағат тұру керек. Кілегейді қосып, креміміз қою болғанша миксерлейміз. Кілегейлі крем дайын болды. Осылай өз формасын ұстап тұру қажет. Өте оңай әрі тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кезекте бисквиттің рецептісін ұсынатын боламын. Сондықтан арнама жазылып, лайк басып кетіңіздер. Әлде көп рецепттер болады.